Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан өте керемет дәмді мантының рецептімен бөлісемін. Бұл мантыны жемепсіз, дүниеге келмепсіз. Енді керемет. Бұл мантыға ешқандай да еттің, ешқандай да фарштың қажеті жоқ, тек қана картоппен жасалады. Ол үшін ең бірінші біздер қамырын илеп алатын боламыз. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес қамыр илеміз. Мен төмендегі описаниеге бүкілін жазып қалдыратын боламын. Ең әуелі жылы суымыз бен тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр етіп илеп аламыз. Арасында үйімізде ет немесе фарш болмай қалады. Сол болмай қалған жағдайларда мантысты жегілеріңіз келсе, осы мантыны міндетті түрде жеп көріңіздер. Өте керемет болады. Міне қыздар, қамырымызды илеп алдық. Енді демалдыруға жарты сағатқа жібереміз. Енді біздер мантымыздың ерекше подливасын жасап алатын боламыз. Осы жерде мұқият тыңдаңыздар. Ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Мен көз мөлшерімен құйдым. Негізінде 100 мг құю керек. Үстінен томат саламыз. Менде 2 ас қасық немесе одан да көп салсаңыздар болады. Мен бүкілін төменге жазып қалдырамын. Енді осы томатымызды салғаннан кейін астын қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Осылай қуырылуы керек. Енді томатымыздың қышқыл дәмі шықпас үшін үстінен сары майымызбен науатымызды саламыз. Науаттарыңыз жоқ болса, қант салсаңыздар да болады. Себебі томатымыз қышқыл дәм беруі мүмкін қуырылғаннан кейін. Енді үстінен су құямыз. Науатымыздың еруі шарт емес. Енді ыстық болғаннан кейін науаттың өзі-ақ ериді. Бетін жауып қойып қоямыз. Жарты сағат қайнаса, 15 минут қайнаса болды. Енді біздерге картоп пен пияз ғана қажет салмасына. Қамырымызды жайып, кесіп болғаннан кейін барып теркадан өткізетін боламыз. Оған дейін тиіспеңіздер, себебі суы шығып кетуі мүмкін. Енді қамырымды мен жайып кесіп алдым. Енді көлемі үлкендеу болады. Енді үлкен болғанда өте үлкен емес, осындай қадімгі мантыныкіндей етіп кесесіздер, бірақ чуть одан үлкендеу етіп кесеміз. Квадрат күйінде. Енді картошкамыз бен пиязымызды турап бастаймыз. Картоптарымызды осындай теркадан өткіземіз. Ең осы жаңағы салаттарға арналған көзі болады ғой, соны осылай картоптарымызды өткізіп аламыз. Картопымызды өткізіп алдық. Енді пиязымызды да осындай ұсақтап пышағымыздың көмегімен турап аламыз. Міне 2 салмамызды да турап алдық. Үстінен көз мөлшерімен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді қамырымыздың ішіне салып бастаймыз. Осылай бір уыс етіп қамырымыздың ішіне саламыз. Бұны манты түйгенде етіп түймейміз, тек қана осы еш етін жақсылап жабыстырып шығамыз. Мантабаркамызға су құйып қайнатып қоямыз. Мантабаркамыздың ішін толығымен майлап шығыңыздар, себебі қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Мантабаркаларымызға саламыз. Бірінің үстіне бірін сала береміз. Ол ештеңе етпейді, бірақ міндетті түрде үстілерін майлап аласыздар. Міне дәл осылай мантабаркамызды салып алдық. Менде бір мантабаркамыздың ішіне 5 штуктан кетті. Жарты сағат қайнап шықса болды. Біздер мантымыз дайын болды. Қыздар, енді міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болып шығады. Керемет. Енді басқа бір ыдысымызға піскен мантыларымызды осылай саламыз. Үстіне подливамызды құйып, толығымен жан-жағына тигізіп, бетін жауып, тағы бір 15 минутқа немесе жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Себебі подливамыз сіңіп, әдемі ерекше дәм болады. Менде толығымен 20 минуттай тұрды. Өте керемет дәмді болып шықты. Енді үстінен өздеріңіз қалаған пияз турап, көк пияз, укроп салып жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде пісіріп жеп көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Мен дәмін көріп жеп көргеннен кейін айтып жатырмын. Міндетті түрде пісіріп жеп көріңіздер. Ас болсын. Менің видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Менен дәмді рецепттер күтіңіздер.